Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жабыспай, езілмей, жыртылмай, сочный болып шығатын мантының қамырын қалай дұрыс жаю керектігін көрсететін боламын. Видеоны асықпай, толықтай барлығын айтып түсіндіріп кетемін. Сондықтан міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 200 грамм немесе 200 мл салқын суды құйып, үстінен 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқаны жарып салып, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Бізде жұмыртқамен су жақсылап араласып, тұз кішкене еруі керек. Одан кейін ғана барып, ұнды, міндетті түрде 500 грамм ұнды осындай електің көмегімен өткізіп саламыз. Мен бірінші барлық ұнды бірден салған жоқпын, 400 грамм ұнды салып, осылай қолмен жақсылап бір-біріне араластырдым. Кейіннен үстінен кішкене ұн қоса отыра қамырды илеп алатын боламыз. Бізде қамырымыз қолға жабыспайтын, кішкене қаттылау қамыр шығу керек. Ыдыста қалып қойған астындағы ұнның барлығын бір-біріне қосып, осылай қолдың көмегімен жақсылап басып илесеңіздер, біздің қамырымыз барлығы бір-біріне жабысып, өте әдемі болады. Енді дайын болған қамырымызды салафанға салып, 15 минутқа тындырып қоятын боламыз. 15 минуттан кейін алып, тағы да бір жақсылап илеп, тағы да 5 минутқа қалдырып қойсаңыздар болады. Сонда біздің қамырымыздың июі қанып, жаюға өте оңай болады. Енді қамырымыз жайып бастаймыз. Астына және бетіне кішкене ұн себемізде міндетті түрде бірінші осылай 2 жұдырықтың қолмен жақсылап басып шығамыз. Бұл бізде қамырымыздың дөңгелек әдемі болып жаюына көмектеседі. Одан кейін оқтаудың көмегімен 4 шетінен видеодағыдай бірінші басып шығамыз. 5-шісінде ғана барып, ортасынан жақсылап жүргіземіз де. Одан кейін қамырымызды оқтауға орап, бірінші кішкене қалыңдау болғандықтан күшімізді салып жаятын боламыз. Ал одан кейін сәл үлкейгеннен кейін барып, 2 шетін ғана қамырды баспай, ақырындап ортасына күш салмай жаятын боламыз. Сонда біздің қамырымыздың 2 шеті қалың, ортасы жұқа болып қалмайды. Қамырымыз қатты жұқа, қатты қалың болып кетпеу керек. Осылай жайып болғаннан кейін оқтауға орап, осылай дәл видеодағыдай қайталап кесетін боламыз. Мен қамырды осылай 5 бармақтың өлшемімен өлшеп аламын. Сонда бізде 4 бұрышты әдемі қамырлар шығады. Салмасына тартылған ет, пияз, картошканы майдалап турап, үстінен тұз, бұрыш, қызыл бұрыш қосып, ең соңында мантылерімізді түйетін кезде ғана барып, үстінен 2 ас қасық сұйық май қосып, барлығын қолмен жақсылап араластырамыз. Өздеріңізге ұнайтын кез келген нәрсемен ауыстыра берсеңіздер болады. Асқабақ қосып жасасаңыздар да өте әдемі шығады. Енді осы біздің кесіп алған бөліктерімізге бір-бір қасықтан барлық салмасын салып шығамыз. Мен мантылерді осылай түйетін боламын. 4 шетін бір-біріне жабыстырғаннан кейін ғана барып, қолымды ортасына салып, 2 шетін жабыстырамын. Сонда бізде өте әдемі мантылер шығады. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Мантаваркамыздың астына су құйып, газге қойып қайнатып аламыз. Және де листтарына осылай сұйық май құйып, жақсылап жағып шығамыз. Мантылеріміздің барлығын листке орналастырып шығып, сол қайнап тұрған суда ровно 45 минут шамасында пісіріп аламыз.
Міне біздің мантілеріміздің түрі өте тәбет ашарлықтай болып тұр. Енді мен бетіне еріген сары майды осылай жағып шығамын. Бұл бізде мантының беті жылтырап, түрі өте әдемі көріну үшін және де дәмі де ерекше болу үшін жағылады. Міне көріп тұрғандарыңыздай мантілер астына мүлде листке жабыспаған, тіпті бір-біріне де жабыспаған. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Бетіне соус ретінде әртүрлі нәрсені пайдаланып жесеңіздер де болады. Сіздерге ас болсын, сіздермен болған Арайлым.